Әйелдердің босанатын палатасы баланың жүрек қағысы тексеріліп отырады. Қыздар, сіздер босанып жатқан кезде баланың жүрек қағысын тыңдайтын палатада әйел босанады. Әйелдің өзінің қалағанын істесіне. Сәлем қыздар, сіздермен бүгін мен дәрігер-гинеколог Жанар Ержан. Бұл видеода қыздар біз Қазақстан Республикасындағы ең жоғарғы деңгейлегі, ең мықты перзентханалардың бірі Алматы қаласында орналасқан акушерлік, гинекология және перинатология ғылыми зерттеу орталығына қонаққа баратын боламыз. Бұл перзентхананың іші қандай, босанып жатқан әйел қандай құрылғыларды қолдана алады, палаталары қандай, босанған әйел қандай палатада жатады. Оның барлығын біз осы орталыққа кіріп қазір білетін боламыз. Менімен бірге болыңыздар, кеттік. Қыздар, біз қазір акушерство, гинекология және перинатология ғылыми орталығының емханасындамыз. Егер де әйел осы жақта босанғысы келетін болса, жүкті әйел алдымен осы емханаға келіп, осы жақтан қаралуы керек. Қыздар, қазіргі таңдағы міндетті түрде медициналық сақтандыру желісіне байланысты кез келген Қазақстан Республикасының азаматшасы осы Алматы қаласындағы акушерия, гинекология және де перинатология ғылыми зерттеу орталығында босана алады тегін түрде. Ол үшін кез келген жүкті әйел 36-37 аптасында осы орталықтың емханасына келіп, тіркеліп, осы жақтан консультативті лист алып, өзінің емханасына алып барып, сол жақтан тіркелу керек. Перзентханаға келген жүкті әйел осындай креслода қаралады. Мына жерде әйелді қарайтын құрылғылардың барлығы бар. Баланың жүрек қағысын тыңдайтын стетоскоп барлығы осы жерде дайын тұрады. Әйелдердің босанатын палатасы екен. Сіздерде жаңа платный, бесплатный бөлінбейді, бәрі осы бір родзал ғой. Қандай кроватьта әйел босанады. Аяқ жағы да, жоғары жағы барлығы көтеріледі. Мынау кітігі керек кезде әйелге босану барысында кітігі аппараты қойылып, баланың жүрек қағысы тексеріліп отырады. Мынандай доптары бар екен. Мынандай матрас. Босанып жатқанда әйел жалпы жату керек па, немесе осы жерде доптың үстінде секіріп, матрасқа өзінің жасағысы келген іс-әрекеттерін жасай алады ма? Жасай алады. Жасай алады, иә? Міндетті түрде жату міндет емес. Әйел өзінің қалаған заттарын істей береді. Өйткені екі фаза болады ғой, период родов дейміз, иә? Бірінші кезең өзі екіге бөлінеді. Латентный фаза, активный фаза болады. Латентный фазада әйел өз бетімен не істегісі келсе, соны істеп жүре береді. Активный фазаға 4 сантиметр дейін көшеміз. Содан кейін уже сердцебиениесін тыңдаймыз жиі ол кезде. Содан кейін әйелдің өзінің қалағанын істесіне, өзінің внутренний голос дейді ғой, өзінің қалағанын істеуге рұқсат. Сіз неше жыл осы жерде жұмыс жасайсыз? Не бар? 43 жыл. 43 жыл осы жерде жұмыс жасайсыз ба? Иә. Жалпы босануға дайындалған әйел мен дайындалмаған әйелдің айырмашылығы бола ма? Жер мен көктей. Оқып, жаңағы көп мағлұмат алып келген әйелдер, олар айтады, уже біледі, не істеу керек екен. Уже ол кісімен беседаның бәрі, жаңағы өзара қатынасымыз өте жақсы өрбиді. Сөзімізді де бір-бірімізді түсініп отырамыз. Не мақсат, не айтқым келетінді ол кісі өзі біліп отырады уже. Ал егер жаңағы іштен оқымай, хабарсыз келген әйелдермен өте қиын жұмыс істеу. Олармен особенно латентный фазада жұмыс істеп алу керек. Активный фазаға көшкеннен кейін ол әйелдер бой бермейді. Айғайлап өздерінің деген істеп жүре береді. Ондай әйелдер тууда өте қиындау болады, қиынырақ болады тууда. Шамамен бір күнде неше әйел босанады осы
әртүрлі. Осы кейінгі жылдары біз 20-дан астам әйелдер босандырып жүрміз, кесіртілігінен басқа. Әйел мұнда күндіз де, түнде де келе береді. Күндіз де, түнде де. Жолдамасы болса, ақылы да, ақысыз да келе береді бізге. Әр уақытта бәріне қош келдіңіздер дейміз. Есігіміз әр уақытта ашық күтіп аламыз. Босанып жатқан кезде әйелде әртүрлі асқынулар болуы мүмкін. Сондықтан мына жерде қан кету жағдайы болған болса, преэклампсия әйелдің қан қысымы көтерілетін болса, немесе әйелде қандай да бір себептермен анафилактикалық шок болатын болса, яғни бұл аллергиялық реакция, осы суырмадағы препараттар, осы суырмадағы құрылғылардың барлығы жедел түрде қолданылатын болады. Жүктіліктің әртүрлі кезеңінде қолдануға болатын мынандай стульчиктар бар. Қыздар, сіздер босанып жатқан кезде міндетті түрде тек төсектің үстінде жату ғана емес, жүргіңіз келсе жүріп, мына доптың үстінде секіргіңіз келсе секіріп, жаттығу жасағыңыз келсе, медитация жасағыңыз келсе, оның барлығын сіз осы палатаның ішінде тек қана өзіңіз боласыз, қалаған затыңызды, қалаған іс-әрекетіңізді жасай аласыз. Босанғаннан кейін баланы мына столға қойылады. Бұл жерде температура, балаға қандай да бір реанимациялық көмек көрсетілу керек болса, оның барлығы осы үстелдің үстінде балаға көмек көрсетіледі. Кез келген палатада мынандай баланың туа салысымен өлшейтін таразы болады. Осы жерде баланы өлшеп, киіндіріп, сізге береді. Босанған әйел 2 сағаттың ішінде осы палатада дәрігерлердің бақылауында болады. Босану барысында қыздар, сіздер қандай да бір жаттығу жасағыңыз келсе, немесе демалу техникаларын жасағыңыз келсе, толғақ жеңіл болу үшін осы құрылғыны пайдалансаңыз болады. Кез келген палатада қыздар мынандай жедел шақыру батырмалары бар. Яғни толғақ барысында сіздің қасыңызда ешкім болмай қалған жағдайда, өзіңізді нашар сезінген кезде, сіз кез келген уақытта осы SOS батырмасын басып, дәрігерді, акушерканы қасыңызға шақыра аласыз. Кез келген босанған әйелге қыздар қан кету, асқынуы болмау үшін окситоцин препараты енгізіледі. Әйелдер босанғаннан кейінгі жататын палаталарын қарайтын боламыз. Бәрі жап-жаңа екен. Жататын палатасы. Жататын төсегі. Мына жерде баланы киіндіретін пеленальный столик бар екен. Шкафчиктары бар екен. Терезеден мынандай көрініс. Холодильник бар екен. Микроволновка, босанған әйелге керекті заттардың барлығы бар екен.
Қыздар, біз жаңа ғана Алматы қаласындағы акушерия, гинекология және перинатология ғылыми зерттеу орталығында болдық. Бұл Қазақстан Республикасында ең жоғары деңгейдегі, 4-ші деңгейдегі ең мықты перзентханалардың бірі. Бұл орталық туралы барлық ақпаратты қыздар осы видеоның астына салып кететін болам. Бүгінгі видео сіздерге өте пайдалы болды деп ойлаймын. Қыздар, назарларыңызға рахмет. Егер де әлі де каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписаться кнопкасын басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.